24 жылдың қараша айының ортасынан бастап облыстық аурухананың екі корпусы, яғни 2002 жылғы осы корпус және 98 жылы салынған ортадағы корпустың екеуіне күрделі жөндеу жұмыстары басталады. Осы корпуста орналасқан бөлімшелер модульдік ауруханаға ауыстырылуда. Оның ішінде әртүрлі отделениялар, лор отделениесі, ЧЛХ, терапиялық бөлімдегі эндокринология, гематология, ревматология бөлімшелері және деген қосымша урология бөлімшелері модульдік ауруханаға ауыстырылуда қазіргі таңда. Ауыстырып болған соң аурухана жөндеу жұмыстары басталып кетеді. Құрылыс мердігер компаниясы анықталып, қазір ремонт жұмыстары басталды. Ескі корпус қалады, әзірге ескі корпуста орналасқан инсульттік орталық, травматология, нейрохирургия бөлімшелері штаттық режимде осында жұмыс жасай береді.